أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله تعالى қалауымен имам Абу Хамид Ал-Ғазалидің Алла ұлқысына рахмына бөлесін Ихия Улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен дүние мал-мүлік мәселесіне қатысты тақырыпта жүрміз және өткен дәрісімізде Заммул мал ва карахату хуббихи дүниені сынау және оны жақсы көрудің, оған махаббат қоюдың дұрыс еместігі жайында келген аят хадистерді оқыған болатынбыз. Имам Ғазали рахмахуллах ары қарай жалғастырып Мадхул мали вал джамъу байнаху ва байна зам. Енді дүниені мақтап келгенде аят хадистер бар. Сол аят хадистер мен дүниені сынаған аят хадистерді біріктіру, яғни жалпы дінде бір-біріне қарама-қайшы дүние жоқ. Ондай болса, енді мына жақта дүниені сынап жатса, мына жақта дүниені мақтап жатса, ол екеуін, екі ұстанымды қалай біріктіреміз деген мәселеге тоқталады. Ол кісі айтады: "И'лам анна Аллаха та'ала қад самма ал-мала хайран фи мавади'a мин китабихи ал-азиз." Алла тағала өзінің кітабының біраз жерінде дүниені, ақшаны хайр, яғни жақсылық деп атағанын біл дейді. Құранда Алла тағала мынау мирас аяты түспей тұрып, бізге өсиет жазуды міндеттеген. Өсиет жазу. Яғни сіз тірі кезіңізде артыңыздан өсиет қалдырып кетуіңіз керек. Дүниеңізге қатысты және басқа да жалпы кейбір хадистерде өсиетің жазылмай тұрып ұйқыға кетпе деген мағынада осындай, немесе ұйқыға кетпесін деген хадистер бар. Сол үшін көптеген ғұламалардың қайтыс болғаннан кейін артынан жазып кеткен өсиетін оқып жатады. Өзінің бала-шағасына өсиет етеді, жаназасына келушілерге өсиеті, бауырларына өсиеті деген сияқты осылай жазып кетеді. Ал енді дүниеге қатысты жағын мирас аяты үкімін жойды, оның орнын басты. Мирас аяты келіп, кімнің қандай үлес алатындығын сіздің дүниеңізден, сіз қайтыс болғаннан кейін, оны мирас аяты жақсылап баяндап түсіндіріп қойды. Сол үшін оған қатысты өсиет қажет емес, ал басқа дүниеде өсиет жазып кету керек. Мысалы, сіз қайтыс болғаннан кейін ағайын туысқаныңыздың арасында, бала-шағаңыздың арасында бір талас туындауы мүмкін. Асын қалай береміз, жаназасын қалай шығарамыз, басына тас қоямыз ба, қоймаймыз ба деген сияқты осындай мәселелерде ондай бір проблема туындамау үшін сіз өсиет етіп, ол мәселенің нүктесін қойып кетуіңіз керек. Ертең кейбіреулер шығады банағы жұрттан ұят басқа деген секілді мәселе туындап жатқан кезде сіз өсиет жазып қойсаңыз, оларды құтқарасыз. Әкеміздің өсиеті мына нәрсені істемеңдер деген, мынаны былай қылыңдар деген болды. Біздің әкеміздің өсиеті міне жазулы тұр деп, сіз оларды көптеген әңгімеден, қиындықтан құтқарасыз. Неге? Өйткені қоғамдық пікір деген нәрсе өте қиын. Қоғамдық пікір деген, сол үшін қоғамдық пікірмен санасамызды кейде принципте тұра алмай қалып жататын жағдайлар көп болады. Енді сол аятта, яғни мирас аятымен мансух болған аят деуге де болады. Алла тағала Құран кәрімде Кутиба алейкум иза хадара ахадакумул мауту ин тарака хайранил васия. Сендердің біріңе
өлім келіп, және артында дүние қалдырып жатса, өсиет жазу, өсиет етіп кету, өсиет қалдыру парыз болды дейді Алла тағала. Енді осы жерде дүние мал-мүлік қалдырып жатса деген жерде Алла тағала интарака хайран деді. Интарака хайран, егер жақсылық қалдырса деді. Алла тағала бұл жерде дүниені жақсылық деп жатыр. Және бәріміз білетін Адият сүресінде Алла тағала «Ва иннаху лихуббил хайри лашадид» деді. Сендер хайырды, яғни дүниені қатты жақсы көресіңдер деді. Бұл жерде де Алла тағала дүниені хайыр, жақсылық деп жатыр. Және Алла тағала Құран кәрімде Муса алейхиссалам мен Хыдыр алейхиссаламның оқиғасында әкесі дүние қалдырған, соны балаларына жеткізуге, көмектесуге Хыдыр алейхиссаламға бұйырып барып не істеді? Құлаған, әлгі құлайын деп тұрған қабырғаны құламайтындай етіп бір нәрсе тіреп қойды. Сол жерде де Алла тағала «Ваястахриджа канзахума рахматан мин раббик». Ол екеуі кәніз деген, қазына деген сөз, арабша кәніз дейді. Сол қазынаны Алланың мейірімімен, рахымымен, Алланың жәрдемімен шығарып алулары үшін деп жатыр. Демек Алла тағала бұл жерде дүние, яғни олар үшін дүниеге қол жеткізу, олар үшін Алла тағаланың мейірімі, рахымы деп жатыр. Және Алла тағала Құран кәрімде истиғфар айтушыларға өзінің беретін жақсылығын айтқан кезде وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا деді. Алла тағала сендерге мал мүлік, бала-шаға береді, сендерге бау-бақша береді, сендерге өзендер береді деді Нух сүресінде. Қарап отыратын болсақ, бұл аяттарда Алла тағала дүниенің жақсы нәрсе екендігін айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде «Ни'мал малу салих лир-ражули салих». Имам Ахмад Табаранилер риуаят еткен хадис, ізгі адамның қолындағы дүние қандай жақсы дүние дейді. Адам тақуа болса, оның қолында адалдан табылған дүние болатын болса, ол дүние жақсылыққа, ізгілікке қызмет етеді. Неге? Өйткені тақуа адам оны харамға жұмсамайды, оны ысырапқа жұмсамайды, керісінше жақсы мақсатта, сауапты істерге жұмсайды. Имам Ғазали рахмаһулла айтады. Енді қарап отыратын болсақ, бұл жерде Алла тағала дүниенің жақсы екендігін айтып жатыр. Мынау алдыңғы аяттарда адам байыса таңдайсиды, байыса шектен шығады, сендерді дүние мал-мүлік жинау ақиреттен ұзатып жіберді дейді. Ол жерде Алла тағала дүниенің адамды ақиреттен тосатын нәрсе екендігін айтып жатыр. Ал енді мына жерде жақсы екендігін айтып жатыр. Имам Ғазали айтады: ولا تقف على وجه الجمع إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده عندها ينكشف لك أنه خير من وجه وشر من وجه. Енді жалпы Алла тағаланың адамға дүние мал-мүлікті не үшін бергендігін, бұл дүние мал-мүліктің осы өмірдегі қызметін, орнын түсінсең, сол кезде дүниенің бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман екендігін білесің дейді. Жақсы болатын жағы, мақталған жағы жақсылыққа жұмсалған кезде, жаман болатын жағы, егер сіз соның артынан қуып, негізгі дүниедегі мақсатыңызды ұмытып кететін болсаңыз, және сол үшін харамға түссеңіз, сол үшін ақиретіңізді ұмытсаңыз, ол кезде ол дүние сіз үшін хайырлы болмайды, сіз үшін керісінше зиян болады. Имам Ғазали рахмаһулла енді сол дүниенің пайдасын, пайдалы жағын айтып, бірінші тафсилу фаваидул мали ва афату, дүниенің қандай пайдасы бар, қандай апаты бар, сол мәселеге тоқталады. Ол кісі айтады: يعلم أن للمال فوائد وغوائل فمن عرف ذلك أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. Дүниенің пайдасы және зияны бар. Кім оны білсе, зиянынан сақтанып,
жақсы жағынан пайдалана алады дейді. Енді пайдасына келетін болсақ, пайдасы фахия дүнияуия ва диния, дүниелік және діндік, діни пайда және дүнияуи пайда болып бөлінеді дейді. Әмма дүнияуия фала хаджата иля зикриха фахия машхура. Енді дүниелік пайдасына келетін болсақ, енді оны айтудың қажеті жоқ деді, оны бәріміз білеміз дейді. Дүниеңізде ақшаңыз болатын болса, оның пайдасы қандай? Пайдасы көп. Ешқандай қиналмай өмір сүресіз, бала-шағаңызды қалаған жақта оқытасыз. Егер бір ауырып сырқаттанып қалатын болсаңыз, қиналмай емделесіз, тағы да басқа да сондай пайдалары көп. Ал енді діндегі пайдаларына келетін болсақ, фатанхасиру фи талафати анва', үш түрлі болып бөлінеді дейді. Ан-нау'ул аувал, бірінші түрі ол өзіне жұмсайтын жағыттағы пайдасы. Яғни біріншісі өзіңізге қатысты пайдасы. Айюнфиқаху аля нафси имма фи ибада калисти'анати бихи аля аль-хаджи валь-джихад фаиннаху ла ютавассалу илайхима илля билмал ва имма фи листи'ана аля ибада калмат'ам валь-малбас валь-маскан ва дарурат аль-маиша. Біріншісі ғибадат мәселелерінде қажет болатын дүние. Мысалы, қажылық жасамақшы болсаңыз, сізге не керек? Ақша керек. Жихадқа шығу үшін оғанда дайындық керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қанша сахабалар келіп, я Расулаллах, бізге де ат берсең, бізге де бір қылыш берсең, басқа берсең, біздің өзіміздің жағдайымыз жоқ деген кезде, сондай бір қиын уақыттарда Алла тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді менде де болмай тұр, осындай қиын жағдай болып тұр деген кезде олар жылап үйлеріне қайтты деп Құранда аятта Алла тағала айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейін соғысқа шыққан кезде Мәдинада қалып қалған бауырларың, сіздердің бауырларыңыз бар, сіздер қырға шықсаңыздар да, сайға түссеңіздер де, жаумен соғыссаңыздар да, не істесеңіздер де, бәр істеріңізде олар сіздермен бірге сондай сауап алып жатыр. Хабасахумул аузр, сол үзірлі жағдаймен қолында еш нәрсе болмай шыға алмады деді. Қарап отыратын болсақ, тіпті Алла жолындағы шайқасқа да дүние қажет болады. Және сондай-ақ тағы да басқа да білесіздер, құлшылық мәселелерінде өзіңізге қатысты. Екіншісі сол құлшылыққа керек болатын нәрселер дейді. Құлшылыққа. Мысалы, білім ізденгіңіз келсе, бала-шағаңызды қамтамасыз етіп кету үшін тағы дүние керек. Тағы да басқа да қарап отыратын болсақ, өзіңізге қатысты дін мәселелерінің біразында дүние қажет болады. Екіншісі ан-нау'у ас-сани ма ясрифуху иля-ан-нас, адамдарға жұмсайтын дүние. Діндегі пайдасы. Біріншісі ас-садақа, садақа беру, зекет беру. Вала яхфа савабуха ва хия tudfi'u ghadab ar-Rabb ta'ala. Оның сауабы жасырын емес, бәрімізге белгілі, және садақа Алланың ашуын өшіреді дейді. Алланың ғазабын. Біріншісі адамдарға көмектесу. Адамдарға көмектесу. Мұқтаждарға көмектесу. Садақа. Екіншісі әл-муруат дейді. وَنَعْنِي بِهَا صَرْفَ الْمَالِ إِلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْأَشْرَافِ فِي ضِيَافَةٍ وَهَدِيَّةٍ وَإِعَانَةٍ فإن هذه لا تسمى صدقة وهذا أيضا مما يعظم الثواب فيه من غير اشتراط الفقر. Енді садақадан басқа муруа деген нәрсе бар екен. Муруа деген не? Муруа деген, яғни сіздің жомарттығыңызды, сіздің кеңпейілдігіңізді көрсететін нәрсе, кеңпейілділігіңізді. Мысалы, үйіңізге жағдайы бар адамдарды шақырасыз. Мына жерде имам Ғазали айтып жатыр, илал агния вал ашраф дейді. Бай адамдарды, жағдайы бар адамдарды үйіңізге шақырып, олармен араласасыз, оларға шапан жабасыз, бір қымбат хадия жасайсыз. Имам Ғазали айтып жатыр, файна хади ла тусамма садақа. Бұл садақа емес дейді. Неге? Өйткені садақа мұқтаж адамға беріледі. Екіншісі, ән-нау'у ас-салис ма ясрифуху иля-ан-нас, адамдарға жұмсайтын
Енді бұның да сауабы бар дейді. Неге? Өйткені ондай адамдармен де араласу, олармен өзінің деңгейінде араласасыз. Мысалы, сіз барсаңыз, сізге олар ат мінгізіп жібереді, сіз оларға келген кезде шапан жабасыз, тағы да басқа деген сияқты арада осындай сыйлы, хадия деген нәрсе жүреді. Яғни садақа бар, садақадан басқа хадия деген дүние бар. Садақаны мұқтаж адамға берсеңіз, хадияны мұқтажға да, мұқтаж емес адамға да бере бересіз. Үшіншісі уиқаятул айрд деді. Өзіңіздің ар намысыңызды сақтау. وَنَعْنِي بِهِ بَذْلَ الْمَالِ لِدَفْعِ هَجْوِ الشُّعَرَاءِ وَقَطْعِ أَلْسِنَةِ السُّفَهَاءِ وَدَفْعِ شَرِّهِمْ. Үшіншісі өзіңіздің ар намысыңызды сақтау үшін дейді. Ар намысыңызды сақтау үшін біреулерге ақша бересіз. Көмектесіп отырасыз, беріп отырасыз. Мысалы, кейбір мешіттерде сондай бір ақсақал деп айтуға келе ме, келмей ме, сондай бір шалдар бар. Мешіт имамына келеді, мешіт имамы оған әйтеуір бір бата беріп жіберіңіз деп, енді батасын керек етіп жатыр ма, етіп жатқан жоқ па, әйтеуір бір бата беріп жіберіңізші деп, қолына бір нәрсе қыстырады, сонымен ол әйтеуір батасын жасайды да кетеді. Келесі апта жұма күні тағы да келеді, мысалы, тағы да солай. Олай істемесе, оның басшысына барады да, ана мешітте андай, ана имам үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп оның үстінен жамандайды. Сондай кішкене бәлеқор адамдар болады. Оған бір нәрсе берсе, соған ырза болады да үндемей жүреді. Бермесе, жамандай бастайды. Мына жерде имам Ғазали ақындарды мысалға келтірді. Енді ол уақытта ақындар ғой. Ақындардың орны, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде де қоғамдағы ақынның орны өте, оның рөлі зор болған. Маңызды сондай бір орынға ие болған, оның айтқан өлеңі адамдардың арасында тарап, кәдімгідей біреудің абыройын көтеретін болған, екінші біреудің абыройын түсіретін болған. Қазіргі уақытта кімдер бар? Қазіргі уақытта журналистер бар, мысалы ретінде. Журналистер бар. Сіз бір жерде қызмет етесіз, бір бауырымыз сол журналистика саласында қызмет ететін айтып еді, солай жібереді дейді. Бізді бір ауылға жібереді дейді. Ауылға барасың, сол жақтағы әкіммен басқамен кездесесің, сөйтіп олар зағылып жіберсе, бастыққа сәлем айтып жіберсе, анау ауылда әдемілеп түсіріп, гүлденіп жатыр, бүйтіп жатыр деп айтып, мақтап түсіріп қайтасың дейді. Егер еш нәрсе бермесе, бір-екі шұңқырды тауып аласың, қисайып жатқан қорын тауып аласың, басқа қыласың, сөйтесің де, мынау ауыл қирап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, соны түсіріп алып келіп, репортаж қылып, жаңалықта көрсетесің дейді. Енді өзінің басының тыныштығы үшін береді. Сол сияқты енді кез келген, мысалы, егер сіз бір үлкен қызметте болсаңыз, сондай адамдар болады. Солардың зиянынан сақтану үшін оларға да бір нәрсе беріп отырасыз. Имам Ғазали рахматуллах وَفِيهِ مَنْعُ الْمُغْتَابِ عَنْ مَعْصِيَةِ الْغِيبَةِ. Енді оның істеп жатқан орынсыз болатын болса, сіз солайша оған бір нәрсе беру арқылы оны ғайбаттың күнәсінен тосасыз. Және имам Ғазали рахматуллах айтады, бұл бір жағынан адамның өзінің де ойын бұзады дейді. Мысалы, таңертең кешке дейін сізді телевидениедан бір жаңалықты жамандап жатса, адамның ойын бұзады. Намазда тұрып, мазасы кетуі мүмкін, дұрыстап Құранды оқи алмайды, құлшылығында жасай алмайды. Егер орынсыз болатын болса, әлбетте. Ал енді өзі жеп, адамдардың ақысын жеп, отырған қызметінде әлгіндей қызметін дұрыс атқармай, бірақ бәр жерді ақшамен жауып отыратын болса, әлбетте бұл не болады? Харам болады. Және үшіншісі әл-истихдам деді. فَالْأَعْمَالُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْإِنسَانُ كَثِيرًا. Үшіншісі біреудің қызметіне төлеу үшін. Біреудің қызметіне төлеу үшін. Мысалы, сіз көбірек Құран жаттап, Құранға уақыт бөлгіңіз келеді. Енді үйіңіздің қызметін, бала-шағаңыздың қызметін бәрін өзіңіз атқарамын десеңіз, мысалы, перевозкасының өзі, развозкасы бар,
соған өзіңіз жүгіремін десеңіз, не жұмысыңызға да үлгере алмайсыз, басқаға да үлгере алмайсыз, мешітке, намазға да үлгере алмайсыз. Сондай кезде ақшаңыз болатын болса, адам жалдайсыз. Алып апаратын, оқуын алып баратын, алып келетін, басқа деген сияқты. Сөйтіп, уақытыңызды босатасыз. Құлшылыққа, басқа пайдалы дүниелерге. Имам Ғазали рахмалла айтады: "Валау таваллаха би нафсихи даат ауқату". Адамның қажеттіліктері көп дейді. Егер соның барлығын өзі атқаратын болса, онда уақыты зая кетеді. Ва тааззара алейхи сулуку тариқил ахира. Сол ақиретке дайындық көруге де уақыт болмай кетеді дейді. Сол үшін бұның барлығы жалпы адамға дінінде пайдасын тигізеді. Демек, адамның дүниені, адамға дінінде дүниенің тигізетін пайдасы біріншісі өзіне қатысты екен, құлшылығына жұмсайды. Екіншісі адамдарға жұмсайды. Адамдарға жұмсайтыны 4 түрлі болады екен. Біріншісі садақа, екіншісі муруа дегенде хадия деп аударсақ болатын шығар енді. Үшіншісі өзінің ар-намысын сақтау, төртіншісі қызметке адамдарды жалдау үшін, өзінің қажеттіліктерін орындату үшін ақша төлеу. Енді үшінші түрі дейді: "Ан-науъу ас-салис ма ла ясрифуху иля инсанин муайян, валакин яхсулу бихи хайрун аам". Бір жеке адамға ақша бермейді, бірақ қоғамдық бір нәрсеге ақша жұмсау. "Кабинаил масаджид вал қанатир вал рибатат ва дурил марда". Мешіт соғу, көпір, рибат дейді. Рибат деген арнайы кезінде мынау шекара жақта, әрдайым жаумен проблема болатын жақта әскерлер жататын болған, соларға сондай орындар соғылатын болған арнайы, соны рибат дейді. Вадурил марда, және сондай-ақ аурухана, жалпы адамдарға пайдасы тиетін сауапты нәрселер. Сауапты мешіт, мектеп, аурухана, көпір, жол, тағы да басқа да қандай дүниелер бар. Оның барлығы адам үшін жария садақа, білесіздер. Жария садақа деген кезде, бұл жерде жария деген сөзді, яғни жария, жасырын деп түсінбеу керек. Бізде кейбіреулер садақа жария десеңіз, жария жасырын деп түсінеді. Бұл жердегі жария деген сөз араб тіліндегі, Құранда жаттағансыздар ғой, "Жаннатин тажри мин тахтихал анхар", астынан өзендер ағатын жаннат дейді. Тажри, яжри, ағу. Жария деген ағып тұратын деген сөз. Яғни мысалы өзен тоқтамай ағып тұрса, әлгі сіздің жақсы ісіңіздің сауабы тоқтамай барып тұрады. Сол мағынада жария деген. Ол әшкере немесе әшкере деген мағынада емес. Жария істеу, әшкере істеу, жасырын істеу деген ондай мағынада емес. Жария деген ағып барып тұратын деген сөз. Тоқтамай артынан сауабы барып тұрады. وغير ذلك من الأوقاف, және басқа да ауқаф, яғни уақф үшін салынатын дүниелер, оның барлығы адамға дүниеден өткеннен кейін де сауабы барып тұратын дүниелер дейді. فهذه جملة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر. Бұл жалпы діндегі дүниенің, ақшаның пайдасы дейді. Және одан басқа тағы да зуллу суал деген мәселеден құтыласыз дейді. Зуллу суал деген сұрау қорлығы. Сұрау қорлығы. Мұқтаж болып біреуден сұрау, бұл негізінде қорлық. Негізінде қорлық. Өйткені сұрайтын адам әрдайым кішірейеді. Кішіреюдің өзі негізі адамның нәпсісіне ауыр тиетін дүние. Сол үшін де сахабалардан келген сөз бар: "Ас-суалу мазалла валау айна тариқ" дейді. Жолды көрсетіп жіберші, жолды айтып жіберші десең де, деген сол деңгейдегі сұрау болсын, сұраудың барлығы қорлық дейді. Яғни сіз ол жерде кішірейесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол үшін де беруші қол алушы қолдан
артық жақсы деді. Енді сұрау деген жалпы оңай нәрсе емес. Өмірден барлығымыз жақсы білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбір сахабалардан байат алған кезде серт дінге қатысты. Алла тас'ала ахадан. Ешкімнен еш нәрсе сұрамайсың деп сондай серт алған кейбір сахабалардан. Сол сахабалар кейін көлікте, атта, түйеде тұрған кезде, қамшы түсіп кеткен кезде, қамшымды алып берші деп ешкімге айтпайтын дейді. Соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға берген серттеріне берік болған. Ол нәрседен де құтыласың деді. Ол нәрседен құтыласың. Сол мұқтаж боласың. Мұқтаж болғаннан кейін енді мысалы мына жерде балаңның емі, ана жерде тағы бір нәрсе, мына жерде үйіңде пешің жарылып жатыр. Сөйтесің де барып қарыз сұрайсың. Қарыз сұрайсың, одан кейін айлықтан жабам дейсің. Ал айлық келген кезде тағы бір нәрсе тұрады. Сонымен адамдарға қарыз боласың. Қарыз болғаннан кейін енді ол да оңай нәрсе емес. Қорланып, үй алып жүресің. Имам Шафи айтпақшы, қарыз деген ол түнде уайым қайғы, күндіз қорлық дейді. Күнде сол адам көріп қалмаса екен деп қашып жүресің. Түнде уайымдайсың. Әммәл афату, ал енді зиянына келетін болсақ, фадиниятун ва дуниявия. Оның апаты, яғни дүниенің зияны діндік, діни зияндар және дүниелік зияндар болып бөлінеді дейді. Әммә диния фәтәләфә. Діндегі зияны үшеу дейді. Біріншісі ән тәжурра иләл мааси. فإن الشهوات متفاضلة والعجز قد يحول بين المرء والمعصية. Біріншісі, дүние адамды күнәға итермелейді дейді. Дүние адамды күнәға итермелейді. Мысалы, бір адам кедей, жағдайы жоқ, сонымен тыныш жүреді. Айлығы сол квартирасын төлеуге, квартплатасын төлеуге, комуслугасын төлеуге, әйтеуір айлық түскен кезде бір қап. Енді бұрын сондай еді ғой. Айлық әсіресе мысалы ауылды жерлерде ақша түссе бірден бір қап оны алып қояды, әйтеуір бір қап тағы нәрсесін алып қояды. Сонымен арасында әйтеуір қойы бар, басқасы бар, бір еті реттеледі, сөйтіп өмір сүреді. Сөйтіп тыныш жүретін адам еді, енді ақша бітті. Ақша біткеннен кейін не істегісі келеді? Оның шахуаты мықты, қыдырғысы келеді, шетелге барғысы келеді, шетелде ар жақта зинасы бар, бағанағы азарты бар, басқасы бар. Осындай нәрселерге кіреді. Жалпы бұл дүние деген сондай қиын нәрсе. Ол дүние болған жерде, атақ болған жерде міндетті түрде осындай нәрселер қосылып жүреді. Оған күнә істеу оңай. Мына жақта шайтаны бар, нәпсісі бар. Алда ұшып кет, ана жаққа бар да, үйтіп кел, бүйтіп кел деп, мысалы шетелге барып, ішіп, құсып, білгенін істеп, ішіп келетін неше түрлі, мысалы байлар бар, дұрыс па? Неше түрлі күнәларды істеп келеді. Баратта казиноға сол жақта 500 мың, 600 мың, 1 миллион долларын тігіп қадалып келетіндері бар. Соның барлығы қолында дүние болғандықтан. Сол үшін де имам Ғазали рахмаулла айтады, дүниенің бірінші зияны, дүниенің байлықтың, ақшаның бірінші зияны ән тәжурра иләл мааси. Адамды күнәға итермелейді деді. Адамдардың шахуаты әртүрлі. Кейде адам мен күнәнің арасында сол жоқтық деген нәрсе тұрады дейді. Жоқ болғандықтан да күнәні істей алмайды. Ал бар болса, онда күнә да оған өзі келеді. Сол жас жігіт қымбат машина мініп алды, қымбат бренд киімдерді киіп алды. Сөйтіп, мысалы, көшеге шығатын болса, оған зина басқа деген нәрсе өте жақын болады біздің қоғамда. Имам Ғазали рахмаулла айтып жатыр, кейде адам мен күнәнің арасында сол жоқтық деген нәрсе тұрады дейді. Ал енді ақшаның болуы, мүмкіндіктің пайда болуы
адамды күнәға шақырады дейді. Ва фитнату сарра а'заму мин фитнати дарра. Енді әлгі байлықтың фитнасы жоқтықтың фитнасынан қайда ауыр дейді. Жоқтықтың фитнасынан қайда ауыр. Демек, діндегі дүниенің бірінші зияны, егер орнымен пайдалана алмасаңыз, тақуалық болмаса, ол сізді күнәға итермелейді. Екіншісі, الثانية أنه يجر إلى التنعم في المباحات وهذا أول الدرجات ويجره البعض منه إلى البعض فإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات. Енді екінші зияны дейді, бұл енді көбірек намазхандарға байланысты. Адамды мубах нәрседе көбірек мубах нәрселермен, жанға жағымды нәрселермен адамның уақытын көбірек өткізуіне себеп болады дейді. Бұл ең бірінші деңгей дейді. Мысалы, ақшасы көп. Бірінші ақшасы көбейе бастаған кезде машинасын алады, одан кейін үйін реттейді. Оның бәрі болғаннан кейін енді барып қыдырып қайтайын, демалып қайтайын. Алакөл басқа бірінші өзіміздің ішімізді бітіреді, одан кейін Түркияға барып демалайын деді, одан кейін Мальдивге барайын деді, одан кейін ар жаққа барайын деді. Сөйтіп уақытының көбісін мубах болған, жанға жағымды болған нәрселермен өткізеді деді. Оның бірі екіншісін шақырады деді. Енді солай ғой. Bir кіргеннен кейін екіншісіне барған, үшіншісі, төртіншісі сөйтіп, мысалы қазір өткенде естідім, бір жігіттер ертең болатын әлемдік чемпионатқа футболдан. Кәдімгі сол жақтағы гостиницасы бар, билеті бар, жолы бар, бір 30-40 миллион теңге жұмсапты. Соны барып сол жаққа қатысуға. Имам Ғазали рахмалла айтады. Енді сол жанға жағымды нәрселермен әуре болу адамға жақсылап кіріп кеткен кезде бір күні сол ақша жетпей қалады. Кішігірім кәсіпкер болса, кірісі шектеулі. Немесе банкрот болып қалды, басқа болып қалды, саудасы болмай қалды. Оның адал кәсібі бұның қажеттіліктерін өтеуге жетпей қалды. Сонымен ол шубхаға кіреді. Ары қарай күмәнға кіреді, ары қарай кредитке кіреді, басқаға кіреді, сөйтіп, өзінің қалай күнәға кіріп кеткенін білмей қалады дейді. Және сондай-ақ одан кейін енді жалған сөйлей бастайды. Мысалы, әйтеуір ақшасы бар, адамдардың арасында танылған, бірақ мына жақта жұмысы жүрмей жатыр, енді оған ақша керек. Сонымен жұрттар сенеді, ақшасы бар деп ойлайды, бұл мына жақта банкрот, сөйтеді, ана тірлігім бітсе, мынанша бере салам, қайтара салам, үйтем-бүйтем деп әркімнен миллиондап алады, ертеңінен сөйтіп адамдардың арасында жалғаншыға айналады, неше түрлі жаман әрекеттерге барады дейді. Бұл дүние табу жағынан. Одан кейін ол тек қана мубах болған нәрселермен өзінің нәпсінің қажетін өтеп жүре алмауы мүмкін. Ертең, мысалы, сондай күнә өте жеңілдестірілген жаққа баратын болса, күнәға түсуі мүмкін. Сол үшін де, яғни бұл екінші зияны дейді жалпы. Имам Ғазали рахматуллахтың айтатын сөзі бар, жақсы. Шайтан сені күнәмен, сені күнәға тыға алмаса, онда мубах болған, күнә болмаған, бірақ сауабы да жоқ, пайдасы нәрселермен әуре қылып қоюға тырысады деді. Уақыттың бәрін сонымен өткізуге тырысады. Сен айтасың, мен харам нәрсе істеп жатқан жоқпын ғой. Харам нәрсе істеп жатқан жоқпын ғой. Сол сондай жігіттер бар. Құптан намазынан кейін компьютерный клубқа кіріп кетеді, таң намазына шығады. Түнімен әйтеуір отырып алып, әлемдік қазір сет бар екен, бәрі кіріп кетеді да, сөйтіп жауды қырып, кәдімгі таңертең бір жихадтан жеңіп, бір мұсылмандардың туын апарып тұрып, Андалусияға елі бір тіккендей болып, сондай сезіммен шығады. Күнде өмір солай. Күнде солай. Сонымен жатып ұйықтайды, түске дейін,
Өмір сондай болып кеткен бір жігіт айтқан еді, бір күні ерте оянып қалып, таңертең тұрып қалсаң, күн деген жаман ұзақ екен ғой, сендердің өмірлерің ұзақ екен ғой, мен бір күнім өтпей кетті деді да, жарты күн ұйқымен өтіп кететін болған ғой. Таңертең ерте тұрып қойса, күн созылып кеткен да, кәдімгідей қиналып кетіпті. Енді үшінші зияны дейді, الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد وهو أن يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران. Енді бұдан ешкім қашып құтыла алмайды дейді. Ол сол дүниесін, егер дүние жоқ болса дүние табу, дүниесі болса соны көбейту адамды Алланы зікір етуден алшақтатады дейді. Құранда Алла тағала айтады ғой: "Ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах." Сендерді мал мүлік, бала шағаларың Алланы зікір етуден тоспасын, алаңдатпасын, алшақтатпасын дейді. Негізі дүние деген нәрсе, бизнес деген нәрсе, енді көресің ғой, сондай жүрген адамдарды. Телефонында мысалы тыныштық жоқ, отырған жерінде, бәр жерінде тек қана сол переговор, әйтеуір WhatsApp-пен ана жаққа жібер, мынаны үйт, ананы салып жібер, мынау келеді, бүйтеді, бүйтеді. Бір тыныш отыра алмайды. Тыныш отырса, жұмысы жүрмейді. Қанша мәселе соған тіреліп тұр. Осының өзі де кейде адамды зікірден, құлшылықтан алшақтатады дейді. Ал адамды Алладан тосқан, Алладан ұзақтатқан, алшақтатқан нәрсенің барлығы зиян дейді. Уамма дүниявия, ал енді дүниелік зиянына келетін болсақ, факафира көп дейді. Кәл хауф, вәл хузн, вәл ғам, вәл хам, вәл та'б, фи даф'ал хуссат. Көп дейді. Қорқыныш, уайым, қайғы, шаршау, нерв. Енді ақша табу, оны көбейту, оны сақтау оңай нәрсе емес қой. Ол үшін де қанша нерв керек, қанша уақыт керек, қанша шаршау керек. Оның барлығы адамды шаршатады. Бұл дүниеде нервіне зиян деген сияқты. Жалпы дүниенің сондай зияндары бар дейді. Демек, дүниенің пайдасы бар және зияны бар. Енді сіздің қолыңыздағы дүние сізді Аллаға жақындатса, сауабыңызды арттырса, қанша адамдардың қажеттіліктерін өтеуге дүниеңізбен себепкер болсаңыз, ол дүние жақсылыққа қызмет етіп жатқан дүние. Егер керісінше болатын болса, онда ол дүние сіздің зияныңызға жұмыс жасап жатқан дүние болып табылады. Жалпы дүниенің пайдасына, зиянына қатысты имам Ғазали рахмауллахтың айтқаны осы. Енді келесі тақырып таммул хирс ва тама. Дүние қорлық, дүниеге қызығу деген нәрсе бар. Соны сынау және қанағатшылдықты мақтау депті. Енді Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренерміз. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуы нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Амин. Башалла.